Саламатсыздар ма, қайырлы таң. Баршаңыз көріп отқаныма қуаныштымын. Бүгін жексенбінің таңы 6-шы сабаққа да келіп жеттік. Кеше өткіземіз деп едік, мен техникалық мәселелерге байланысты өздеріңіз көрдіңіздер. Өткізе алмай қалдық. Бүгін бұйырса аз адам болса да таңертең сенбі жексенбі көп адам тұра алмайды негізі. Алым сол үшін қалдырған ғой. Қазір мен суымды ішіп алайын. Кімде қандай сұрақ бар жалпы? 6-дан 5 минут өткенде бастайық, қазір 5 минут өткенде. Сұрақтарыңыз бар ма өткен сабақтар бойынша? Өткен сабақтар бойынша. Шынымен өзгеріс болады екен, болып жатыр дейді. Енді біз өтірік арнамаймыз ғой. Каспий голд жоқ болса терминалдан салсаңыз болады. Квантовый скачок 2, 3, 1 бәрін. 1 деген осы ғой өтіп атқан сабақ. Сол 2 мен 3-те 33 мың теңгеге алуға болады. Соның барлығын қазір айтам, қай жерден салу керек, қалай салу керек. Әлі орын бар, үлгересіздер, уайымдамаңыздар. Мен ашушаң едім, кәдімгідей бөтен адамға айналдым дейді. Күшті. Сондай болады, өз көрдіңіздер, түзеліп жатсыздар. Емделіп жатсыздар ғой кәдімгідей. Жандарыңыз емделіп жатыр. Енді жайлап бастай берейік. Бүгінгі сабақта квантовый скачок негіздері 7 күндік тегін курсының 6-шы сабағына келіп жеттік. Құдай қаласа 7-ші сабақ ертең таңғы сол 6:00-де болады, дүйсенбі күні 7-ші сабақ. Бүгін осы жексенбі күні сол Халық банкта сол нөмірде, барлығы да сол нөмірде. Бүгін 6-шы сабақ, предпоследний сабақ, ертең бұйырса 7-ші сабақты өтіп аяқтаймыз, ертең бұйырса. Ертең дүйсенбі аяқтаймыз, құдай қаласа. Давайте онда бүгінгі 6-шы сабақты бастайық. Жалпы сіз қандай болуды қалайсыз? Көп адам енді бай болуды қалайды, біреу күшті спортивный болғысы келеді, біреу әдемі болғысы келеді, біреу бақытты болғысы келеді. Әркімнің өзінің бір қалауы бар, яғни желаниесі бар да, желание. Сол желание қалаудың артында не тұрғанын қазір қалай болады? Сіз бақытты болуды қалайсыз ба, бай болуды ше? Енді барлық адам бай болуды, бақытты болуды қалайды деп ойлаймын енді. Құдайдың бір сүйікті құлы болуды, еркесі болуды, Құдайдың бай болуды, бақытты болуды қалайды, дұрыс па? Тура солай бақытты бай болғанда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ неге бай болуды, бақытты болуды қалаймыз да, бірақ бай бақытты бола бермейді жұрттың барлығы. Өйткені қалаудың өзі жеткіліксіз. Тек желаниямен өмір сүретін болса, мен көп нәрсе желать етемін да өмірде, бәрі бола бермейді. Себебі оған апаратын бір нақты жол бар, сол жолды таңдау керек. А деген жол бар, Б деген жол бар.
немесе А деген жол бар, Ә деген жол бар. Көп адам сол А деген қиын жолға түскісі келмейді де, Ә деген жеңіл жолмен жүреді, бірақ бай болғысы келеді. Ә деген жол не істейді? Ол сізді байлыққа апармайды, ол көбіне кедейлікке апарады. Соның салдарынан көп адам қателесіп жатады. Мысалы, қалаудың өзі жеткіліксіз, бізге таңдау керек. Таңдау дегеніміз бәріміз кім болатынымызды, қайда баратынымызды, кіммен болатынымызды таңдаймыз. Мысалы, жұма күні 1000 шақты адам отырды, кемі 1000-нан аса адам отырды тікелей эфирде. Жексенбі күні 1000 адам отырған жоқ, көрдіңіздер ғой, адам аз. 75% адам сынып қалды да жолда. Таңдау жасай алмай қалды. Кедейлікті таңдай салды, жарайды, бір күн кедей болсайшы деп. Осылай бір күн жарайды, 2 күн жарайды деп, осылай. Таңертең ерте тұру ол байлардың темасы да. Таңдау берілді саған. Таңертең ерте тұрасың ба дейді. Тұрамын дейсің, онда байлыққа бір қадам жақындайсың. Тұрмаймын десең, кедейлікке бір қадам жақындайсың. Таңертең тұрып медитация жасайсың ба? Жасайсың, бай боласың, жасамайсың, кедей боласың. Таңертең тұрып сабақ қарайсың ба? Қараймын, бай боласың, қарамаймын, кедей боламын. Сөйтіп, сізге 30, 40, 100 не болады, ұсыныс болады күнде. Біз айтып отырмыз, квантовый скачок 2 мен 3-тің бағасы негізі 138 мың. Сонда 33 мың теңгеге алда партнер болды жатырмыз. Біреу соған сылтау айтып жүре береді, анау жоқ, мынау жоқ. Біреу айтады, Каспий Голд жоқ дейді, біреу айтады, банкомат жоқ, біреу наличка жоқ дейді, біреу доллармен тұр деп қояды. Сылтауда өтпейтін, боянды, оның бәрі желеу, боянды. Сондықтан не істеу керек? Артық әңгіме керек емес, сылтау, артық әңгіме ол кедейлердің темасы да. Анандай бола ма, мынандай бола ма. Бір рет айттық қой, реквизит бердік, жолын айттық, алда істе болды. Анау бола ма, мынау бола ма, бүйтсем, сөйтсем, үйтем деген темалардың барлығы ол кедейлердің артық әңгімесі көп. Кедейлердің саңғырлаған бітпейді ол. Сондықтан байлықты таңдау керек. Таңертең ерте тұр, медитация жаса, аффирмация жаса, визуализация жаса, сабаққа қатыс, кітап оқы, спортпен айналыс, дұрыс тамақтан, азырақ же. Сенің ішке кіріп жатқан энергияңнан шығып жатқан энергия көп болу керек. Яғни аузыңа не болсын тыға бермей, аз-аздан жеу керек та сапалы алып. Сосын соны жағу керек күні бойы. Сен 500 калория тамақ жедің ба, хотя бы 600-700 калория шығаруың керек. Яғни сенің алып жатқаныңнан беріп жатқаның көп болу керек бүкіл әлемге. Сонда сен семіз болмайсың, сонда сен ауру болмайсың. Көрдіңіз ғой, сөйтіп істеу керек обязательно. Жарай ма? Осылай істеген кезде сіз таңдау жасайсыз. Осындай таңдаудан бір емес күнде 100 болуы мүмкін, 50 болуы мүмкін. Бір таңдау берді ғой, жетпей қалды деп айтатындай. Таңдау біреу, қалау көп. Біз одновременно блогерде болғымыз келеді, актерде болғымыз келеді, әншіде болғымыз келеді, әкімде болғымыз келеді, министрде болғымыз келеді. Бірақ сіз біреусіз ғой, сіз бәріне үлгере алмайсыз. Сондықтан сіз бір ғана маман иесі бола аласыз. Ер адамдар мысалы Дженнифер Лопесті қалауы мүмкін, Анджелина Джолиді қалауы мүмкін да, қалауда желание көп. Ким Кардашьянды қалауы мүмкін. Бірақ әйелге үйленеді да, ол Қатипаш деген әйелге үйленеді, сол Сарыағашта тұратын болды. Ким Кардашьянға, Дженнифер Лопесқа, Бритни Спирсқа шамасы жетпейді. Қалай бересің миыңмен ше? Бірақ таңдау біреу да. Сен 4 қатынды одновременно ала алмайсың бәрі. Қазіргі заманда 4 қатын, 3 қатын деген жоқ, ешкім демейді саған. Бақытты болу өмірді кейінге қалдырмау. Өмірді біз не істейміз? Кейінге қалдырамыз. Кейінге қалдырамыз өмірді. Кейін жасаймын. Арқалады жете береміз, кейін жасаймын. Кейіннен жазыламын, кейіннен оқимын, келесі потокта оқимын, келесі апта бастаймын, дүйсенбі бастаймын, сейсенбі бастаймын, жаңа жылда бастаймын, келесі айда бастаймын. Сөйтіп өмір өтіп жатыр. Сөйтіп 23 жыл өтіп кетті. 99-дан бері айтып жүрсіз солай. Өмірді кейінге қалдыра бергеннен кейін адам бақытты болудан ұзара береді. Бақытты болу деген осы сәтпен өмір сүру. Өткенге өкінбеу керек. Өткен шақ өтті, кетті, болды. 5 жыл бойы ажырасқан байыңызды ойлап жүре бермеңіз. 10 жыл бойы лақтырып кеткен партнеріңізді ойлап жүре бермеңіз. Болашаққа алаңдамаңыз. Болашаққа алаңдай беретін адамдар, ертең күнім не болады, арғы күнім не болады. Қазіргі осы шақ, здесь и сейчас, бұл сіздің негізгі өміріңіз. Осы моменттегі жетістіктерді бағалау керек. Осы моменттегі жетістіктерді бағалаған кезде, дәл қазір сізде не бар?
дәл қазір сіздің бойыңызда не бар, сол нәрсе сізді үлкен жеңіске жетелейді. Кіші жетістікке қуансаң, үлкен жеңіс тез арада келеді. Көрдіңіз ғой? Біз не істейміз? Бірден не істейміз? Үлкен жеңістерге бірден үлкен жеңіс жасап кеткіміз келеді, олай болмайды. Бірінші кіші жетістіктерге қуанасың, состояниеге кіресің, сосын үлкен жеңістер болады. Өкпе ренішті обработка жасау деген бар. Бүкіл ренжіген, өкпелеткен, ренжіген адамдар бәріне звондайсызда кешірім сұрап шығасыз. Болмаса кездесіп кешірім сұраңыз. Кездесе алмасаңыз, жазып кешірім сұраңыз. Жаза алмасаңыз, аудио жіберіңіз. Аудио жіберетін, жазатын мүмкіндігі жоқ. Ол вообще сіздің өміріңізде ол адам жоқ болып кеткен. Немесе қайтыс болып кеткен. Болмаса мүлдем байланыс жоқ. Тарихтың ортақ адамдар жоқ болса, сыртынан Құдай арқылы кешірім сұраңыз. Өкпе ренішіңіз солай басыңыз. Рахмет айтыңыз пайдасы тиген адамдарға. Ата-анаңыздан бастап рахмет айтыңыз. Хабарласып тұрыңыздар барлық жақындарыңызға. Хабарласып тұру керек жақындарға. Сосын тыңдауды үйрену керек. Біреу бірдеңе айтып отыр ма, тыңдауды үйреніңіздер. Бірінші тыңдаған адамға не үшін екі құлақ берілген, бір ауыз берілген. Ауыз сөйлегеніңе қарағанда тыңдағаның екі есе көп болу керек. Сонда не болады? Сонда жақсы адам боласың. Бақыт деген ол энергия. Адам бақытты болған кезде энергия тасып жүреді, состояние. Жаңа біреу айтып отыр ғой, мен вообще ашушаң едім, қазір ашушаң емеспін дейді. Ол ашу кетеді. Бақыттысыз өйткені. Өзіңнің бақытты болу үшін миллиардер болу шарт емес қой. Бақытты болу үшін көп нәрсе қажет емес негізі. Бақытты боламыз бірінші, сосын бай боламыз. Әлемі боламыз, сосын бай боламыз. Кітап оқимыз, сосын бай боламыз. Көп адамдарға айтамыз, неге бақытты болмайсың десең, менің ақшам жоқ дейді. Сен бірінші бақытты бол, сосын ақша келеді. Неге әдемі болып жүрмейсің десем, мен косметикаға ақшам жоқ, салон красотеға дейді. Енді сен бірінші әдемі болып бастайсың, сосын ақша түсе бастайсың, сосын одан сайын әдемі боласың да негізі. Неге кітап оқымайсың? Өйткені менің ақшам жоқ кітап алатын. Сол уақытым жоқ, кітап оқып отыратын. Мен кредитімді жабуым керек, ипотекамды төлеу керек дейді. Сен бірінші кітап оқисың, сосын ипотекаңды жабасың. Наоборот та, барлығы наоборот керісінше болады. Алдымен рухани даму, одан кейін қаржылай баю. Бірінші адамның жүрегі, тәні өзгерген кезде, жаны өзгерген кезде не? Одан қаржылай байиды ол. Рухани даму деген не ол? Рухани даму деген Құдайға жақындау керек. Өлетіңді білу керек. Аруақтарға деген құрметті болу керек. Осыған дейін қайтыс болған адамдарды, ұлы тұлғаларды, ұстаздарды сыйлау керек. Сонда рухани дамисыз. Бұл 5 күндік жалғанда бәріміз бірімізге біріне пайдалы нәрсе жасау үшін келдік. Бірімізге зиян тигізу үшін келген жоқпыз да. Сондықтан рухани баю болған жерде қаржылай баю болады. Өмірдің мәні рухани даму, өмірдің сәні ақшалай баю болды. Өміріңнің мәні не десе, рухани даму дейсің. Өміріңнің сәні не десе, ақшалай баю дейсің. Бірінші мән кіреді өмірге, сосын сән кіреді. Жарай ма? Әр сабағына деген, неге басқа зат бұрмалап аласыздар, түсінбедім мен. Әр сабағына емес, квант скачок 2-3 деген әрқайсысы бөлек-бөлек курс ол. Біреу 8 сағаттан тұрады, біреу 10 сағаттан тұрады. Сол екеуінің бағасы 138 мың тұрады. Сол 138 мың 33 мың теңгеге аласыз. Сұрақтар бар ма, құрметті ағайындар? Қазір айтам барлығын. Не аласыз, қалай аласыз? Ары қарай даму керек қой. Сіздерге ары қарай даму керек, түсіндірем қазір. Көп сұрақ қойып кетті мына жерде. Сұрақтар бар ма? Енді түсіндірейін, бағаларды түсіндірейінші бірінші. Қалай болып жатыр, неге болып жатыр өзі. Мына прайс лист міне. Прайс лист деген нәрсе бар. Баға. Квант скачок курсын тегін беріп жатыр. 7 сағаттан тұрады. Квант скачок 2 деген 33 мың теңге тұрады. Квант скачок 3, 4, 5 бәрі 105 мың тұрады. Бәрі 10 сабақтан.
негізі мына 33 мың теңге квант СКЧ 2-ні де 105 мыңнан сатуға болады да, просто адамдар көбірек қатыссын деп 33 мың жасап қойғанбыз. Енді квантология ғылымы негіздері деген 15 сабақ бар, ол 666 мың теңге тұрады. Өйткені ол сізге 15 сабақта сіз жаңа мамандықты игеріп шығасыз, жаңа маман болып шығасыз, сізге бір кәдімгі университеттің оқуын оқыған сияқты деңгей алып шығасыз. Сондықтан ол 666 мың теңге тұрады. Жалпы бағасын қосқанда, осы 6 курстың бағасын қосқанда 1,8 миллион теңге шығады. Кешегі мына 18-ші қараша 23 жыл датада жаңарған баға мынау. Енді көрдіңіздер ғой, бірінші курста сіздер 7 сабақ тегін сыйлыққа бердік. Сіздер түсінсін квант скачок не екен, Нұрлан Жанай кім екен білсін, өтірік алдамай ма, шынымен оқыта алатын адам ба, оқыта алмайтын адам ба екен білсін деп 7 сабақты тегін сыйлыққа бердік. Квант скачок 2-ге көп адам 33 мың теңге төлеп жазылды, дұрыс па? Енді соны 33 мың теңге квант скачокқа төлеп, квант скачок 2-ге төлеп жазылғандарға біз арнайы ұсыныс жасадық. Не квант скачок курсы сыйлық, итак, квант скачок 2 курсы 33 мың теңге, квант скачок 3 курсы 105 мың теңге, общий 138 мың теңге орнына 33 мың теңгеге жазыла аласыздар. Алғашқы төлеген 100 адамға партнер қылып аламыз. 100 адамды партнер қылып аламыз. Яғни квант скачок 2-ге 33 мың теңге төлегендерге квант скачок 2-нің 8 видеосын береміз. Соны қарап болғаннан кейін квант скачок 3 деген курсты бастаймыз. Квант скачок 2-ні бастауға біз уақыт береміз, бір группада жазамыз. Бүгін бір сабақ қараңдар, тапсырмасын орындаңдар. Сөйтіп барлық тапсырманы орындап оған бір 3-4 күн уақыт кетеді квант скачок 2-ні оқуға. Сосын 3-ті бастаймыз. 3 тікелей эфирде, кәдімгі живой эфирде болады. 10 сабақ оқисыздар, 10 сабақ. Сертификат алып жатыр адамдар. Сертификат алып жатыр. Сонда 138 мың теңге орнына 130 мың теңге төлейсіздер. Алғашқы төлем жасап 100 адам партнер қыламыз. Қазір бір 40-тан астау деймін адамдар, қатысушылар саны. Енді оны қайда төлейсіздер? Мына нөмірге төлейсіздер, міне 33 мың теңге. Ана 330 мың теңге ұсынысын қазір айтамын, міне. Осыны скриншот жасап алыңыздар. 708 111 694. Осы нөмірге төлем жасайсыздар, жаңағы 33 мың. Бір арнайы ұсыныс 1 дегенге. Енді арнайы ұсыныс 2 деген бар. Арнайы ұсыныс 2, мына квант скачок 1 курсы, квант скачок 2 курсы. 1 деп айта берейік, 1 деген жоқ қой негізі. Квант скачок 1 курсы, квант скачок 2, 3, 4, 5. Квантология ғылымдары негіздері 1-ші дәреже 15 сабақ. Ал бәрі 1 миллион 8 мың теңгенің білімін біз 330 мың теңгеге береміз. Бұның уақыты 26-шы неге дейін, келесі аптаның аяғына дейін төлем жасай беруге болады. Негізі сабақ басталып кетті, біз 2 сабақ өттік, бүгін 3-ші сабақ өтеміз. Соған да ілесіп кетем десеңіздер, қазірден бастап жазыла беруге болады. 26-сына дейін қабылдаймыз 330 мыңмен. Сосын баға 660 мың болады. Өйткені біз квантолог мастер, квантолог партнер деген мамандық береміз кәдімгідей. Мынау арнайы ұсыныс 2, бұған 330 мың төлейсіз. Бұның да нөмірі жаңағы реквизит. Міне 708 111 694, 33 мың теңге жаңа арнайы ұсыныс 1-ге барлық 6 курсты алам десеңіз, ол 330 мың болады. Еще мамандығы егері болып шығасыз, жұмыс дайын бизнес алып шығасыз ғой. Сосын мынау бар. Жаңа арнайы ұсыныс 1 деген. Бұл бүгін 20-сы ма? Бүгін кешке дейін сағат 20:00-ге дейін төлеуге болады. Одан кейін бағаны жайлап өсіреміз. 66 мың болады, 105 мың болады деп кете береді солай. Енді түсіндіңіздер ма? Енді нақты түсінікті болды ма? Нөкістен, Қырғызстаннан түзетіндерге карточканың суретін жібереміз, сол карточкаға салып жібересіздер, болды. Пластик картамен төлейсіздер, пластик картамен. Сұрақтарыңыз бар ма осы туралы? Енді ол квант скачок 3-те не болады? Қашан басталатын қайтасыздар? Бастаймыз. Понедельник ертең 7-ші сабақты өтеміз, вторниктен бастаймыз. Бірінші 2-ні өтеміз, вторник, среда, четверг 3 күн квант скачок 2-ні өтеміз. Оны видео сабақтан жіберіп, тапсырмалар тексеріп отырамын. Сосын пятницадан бастап 3-ке қосыламыз. Қашан басталатын сіздер үшін маңызды ма сонда?
сіздер қосылып қалуға тырыспайсыздар ма? Мен түсінбедім. Мынандай мүмкіндікті жоғалтамын. 1 жылдан кейін басталса да жазылып қоюға болады негізі. 1 жылдан кейін жазылса да. Бұл 1 жылдан кейін күтпейсіздер 1 жылдан. Ол уже 1 күннен кейін басталады. По идее, мына 7-ші сабақты бітіреміз. Вторниктен басталады. Көрдіңіз бе? Неге қашан басталады деген сұрақты қандай мақсатта, қандай оймен қоясыздар түсінбедім мен. Сабақтарды 1 ай сақтаймын мен. Алдын сақтамайтын адамдар жалқау екен, содан кейін сақтайтын болдым. Көп адам ұйқыдан тұра алмайды, көп адамның проблемасы көп, тойы бар, садақасы бар. Келесі жұмада болмайды, бүгін кешкі 20:00-ге дейін деп жазып отырмын ғой деген сұрақ. Өзіңізді бірінші сұрап алады, қашан басталады. Сосын сол күн төлеуге болмайды. Тұрып, пожалуйста, төле 105 мың, 138 мың. Моңғолиядан емес, Африкадан төлесеңіз де болады, Америкадан төлесеңіз де болады. Сол карточканы жіберемін, суретін. Ақша разница жоқ қой, қай жақтан болса. Программасын көрсетейін енді мен. Кванты скачок. Мына кванты скачок 3 деген Нұрлан Жанайдың авторлық методикасымен жасалған. Бүкіл курстар менің өзім авторлық методикаммен жасалып жатыр. Ол жағынан проблема жоқ. Кванты скачок 3 курсы халықтың ықыласына бөленген, адамдарды уайым қайғыдан құтылудан бастап үлкен ақшаға табуға үйретіп, байлықтың қыр-сырларын түсіндіретін, ең басты адамдарға кванты скачокқа шығаратын әлемде аналогы жоқ курс. Әлемде аналогы жоқ бұның. Енді менің жетістіктерім, мен бизнесмен, ментор, блогер, энергокоуч, Тілбіл деген компаниям 1 жылдан 0 теңгеден 2 миллион долларға дейін көтерген бағасын. 100 мыңдаған адамға білім бергенбіз, тіл үйреткенбіз, қаншама адам шәкірт Қазақстанда журналистерді, молдаларды, дәрігерлерді, мұғалімдерді, мемлекеттік қызметкерлерді, көп акиматта жұмыс істейтін адамдардың біразын мен оқытқанмын. Қалай әлеуметтік желіде отыру керек, қалай сөйлесу керек, қалай айту керек, қалай халықтың көңілін табу керек деген затта 2012-ден бастап мен қазақша SMM-мен айналысамын. Қазақстанда жалғыз SMM кітаптың авторымын, Сиқырлы SMM деген кітаптың авторымын. Одан бөлек энергиямен 40 күндік драйв деген кітаптың авторымын. Жақында квант әлем, байлыққа апарар трип деген кітап шығайын отыр, 3-ші кітап. Digital маркетинг, интернет маркетинг, project management, IT салалар бойынша халықаралық сертификатым бар, дипломым бар, былайша айтқанда. Просто мен туралы. Кванты скачок 3 курстың бірінші потогына 200 адам қатысты, жақсы нәтиже көрсетті, ризашылығын білдірді, бәрі сертификат алды. Курстың тікелей эфирдегі сабақтарына бастан аяқ толық 150 адам қатысып отырды, белсенді түрде қатысып отырды. 200 қатысушының 75% бөлігі белсенділік көрсетсе, 60% бөлігі тапсырмаларды орындап, өздері күтпеген нәтижелерге келді. Өздері күтпейді, бірақ нәтиже болып жатыр. Қалған 40% ұйықтап қалды өкінішке орай. Олар шаршады. Сабаққа ми деген ауыр болды. Көп адам ауырып қалады осы сабақтан. Енді кванты скачок 3 курсының бағдарламасы. Кванты скачок дегенде, кванты скачоктан алған нәтижелер, кванты алаң дегенде, кванты адам 5 қасиет, энергия дегенде, энергияның жоқ болу себептері, уақыт, энергия түсініктері, энергияны жейтін елу нәрсе деген бірінші сабақта болады. Екінші сабақ квант алаңға апаратын 7 қадам. Бірінші қадам болашақ өміріңізді жасау, екінші қадам адам күнде ойлайтын 60-70% ойды басқару, үшінші қадам нейрондық жүйелер мен гендер, төртінші қадам 35 жасқа дейінгі шаблондық ойлардан арылу, бесінші қадам бейстандарт әрекеттерден құтылу, бесінші қадам, алтыншы қадам квант әлемде мүмкіндіктер мен тосын ойлар, жетінші қадам өміріңізді түбегейлі өзгерту және жаңа тұлға қалыптастыру. Одан кейін осознание келетін сұрақтар. Бұл екінші сабақта өтетін темамыз. Үшінші сабақ. Жаңа мен қалай қалыптасады? Өзіңнен шығу өмірде ең қиын іс. Ойлар циклін ойлы қалыптастыруға. Ойлар мидың, сезімдер тәннің тілі. Қалай ойлап, не сезіну керек? Сіз қайда жүрсіз? Өткен шақта ма, болашақта ма? Здесь и сейчас түсінігі. Тән сіздің бейсаналы ақылыңыз. Бұл сабақтар өте ауыр сабақтар. Сондықтан бұл бағасы қымбат негізі. Миллионға сатсақ та өтеді. Просто сіздерге мүмкіндік болсын деп арзан жасап жатырмыз. Төртінші сабақ. Өзгерудің екі деңгейі, әдеттер мен өмір сүру салты, өзгерістің ойда және тәнде жүруі, адамды өзгертетін 7 ритуал, аффирмация мен визуализацияның пайдасы, квант әлемге апаратын менторлық оқулық және инструкция, Нұрлан Жанай ойлап тапқан квантология ғылымы жайлы, квантолог жаңа мамандығы не береді? Тереңірек ашып түсіндіреміз. Бесінші сабақ. Байлық дегенде, ақша дегенде бір нәрсенің құны, қорқыныш пен сенімділік, бағаны көтеру және түсіру, байлық санасын қалыптастыру, байлық санасы және ақша, байлыққа апаратын 3S түсінігі. Осы 5 сабақтың программасы. 6-10 сабақтар
бағдарламасы құпия түрде болады, оны өзгертуіміз мүмкін. Өйткені әр лектегі қатысушылардың деңгейіне қарай бағдарлама өзгерістер еніп немесе бағдарлама дамып отырады. Әр сабақта өткізілетін проработкалар мен медитациялар нәтижесінде қатысушылардың жаңа сұраныстары пайда болуы мүмкін. Соған байланысты 6-10 сабақта қатысушылармен кері байланыстар жиірек болуы ықтимал. Оны 6-10 сабақта программаны айтпаймын. Оны өздеріңіз құпия ол. 5 сабақтың программасының өзі адамды шошытады. Андай күшті отзывтар бар енді. Мыңдаған отзыв бар. Адамдардың бәрі намаз оқып кетіп жатыр. Мен ешкімге уағыз айтып жатқан жоқпын. Ешкімге бір дағуат жүргізіп жатқан жоқпын, бірақ адамдар намаз оқып кетіп жатыр, қажылыққа барып жатыр, машина алып жатыр, үй алып жатыр. Шешілмеген қарызын қайтармай жүрген адамдар қарызын қайтарып жатыр. Балалар оқуға түсіп кетіп жатыр. Кеше бір кісі айтты, физикадан қызым жүлделі орын алды деді. Барлық өмірде арман мақсаттардың бәрі орындалып жатыр ғой, енді айта алмаймын енді. Сенбесеңіздер, біздегі сабақтар, ана бірінші сабақ, екінші сабақ деген актуальный стористе сақтаулы сабақтар тұр, 5 сабақ. Астында комментарийлерді оқисыздар, болды, жылайсыздар. Мен өтірік айтып отқан жоқпын, құдайшылығын айтып отырмын, қарайсыздар, оқисыздар, жылайсыздар. Тапсырмалар, сертификат алам деген ниетіңіз болса, осы квант скачок 1 деген курстан сертификат алу үшін WhatsApp топқа тіркеліңіздер, ана анкетада тұр. Анкетаны толтырыңыздар. Арнайы ұсыныс 1 бойынша 33 мың теңгеге 3 курсты алып, 100 партнер қатарына қосылыңыздар. Арнайы ұсыныс 2 бойынша 330 мың теңгеге 6 курсты алып, жаңа мамандықта игеріп шығыңыздар. Арнайы ұсыныс 1 мен 2-ні тағы айтайын. Арнайы ұсыныс 1 деген осы квант скачок 7 күндік сабақ. Бір аптадан кейін ба, 2 аптадан кейін мына парақшада өшірем барлығын. Сабақта тегін мәңгі бақи тұра бермейді, өшіріп тастаймын. Бірақ сіз өшірсе де сізге запистерін, сол сабақтардың сақталғанына сіз досты боласыз. Бірінші квант скачок 1-ді аласыз, квант скачок 2, 3 барлығын бағасы 33 мың теңге болады. 138 мың теңге орнына 33 мың теңгеге аласыз. Бүгін кешке 20:00-ге дейін. Кейіннен ешкімді алмаймын. Кейіннен баған 105 мың төлеп ала бересіз, пожалуйста. Бүгін ғана сондай баға, басқа баға кейін болмайды ондай баға. Жалынып жүрмеңіздер. Міне, мына нөмірге 33 мың теңге төлейсіз, Нұрлы О деген. Созып өмірді кейінге қалдыра бермейді, тез үйреніп алғаным дұрыс. Енді арнайы ұсыныс 2 деген мынау. Бүкіл 6 курстың бағасы 1,8 миллион теңге тұрады, соның бәрі 330 мың. Енді қанша? 70%-дай скидка ғой, почти. Бұл келесі 26-сына дейін, келесі жексенбіге дейін төлей беруге болады. Бірақ тез ерте төлеген адам ерте ақша жасап бастайды, ерте білім алып бастайды. Кеш төлеген адам кеш қосылады да топқа. Бізге қазір тез не істеу керек? Төлем жасап тезірек уже 2-ші сабаққа өтіп жатырмыз қазір. Бүгін 3-ші сабақ өтеміз, сонымен солай. Бұған да төлемді мына нөмір арқылы жасайсыздар ма? Каспи нөмірге ақша төледіңіз ғой, маған WhatsApp-ға неге жіберудің қажеті жоқ, чегіңізді жаңа дайректке. Чекті не істейсіз? Сол осы нөмірге WhatsApp-қа жібересіз. Сонымен 6-шы сабақ тамам, құрметті достар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Партнер деген ол 33 мың теңге курс алады, сол 33 мың теңге курсын адамдарға 33 мыңнан 105 мыңнан курстар сатып өзінің ақшасын жасайды. 20%, 30% пайда алады әр сатылым болды. Партнер деген жұмыс істейсің, ақша табасың деген сөз. Сату менеджер боласың деген сөз. Адамдарға таныстарыңды тегін сабаққа қосасың, риза болғандар ма, курс күшті екен, ал қымбат платин алу керек ет десе, платин сатасыздар, 20 адамға сатсаңыз 33 мың теңгеден курс. 300 мың жасайсыз. Әр адамнан 15 мыңнан берем. Партнер деген сол. Партнерларға бөлек сабақ өтемін мен сосын. Айтыңызшы, қандай партнер болады, айта кетіңізші, рахмат дейді. Моңғолия, Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Түркия, Америка, Португалия, Бразилия, любой елден төлем жасауға болады. Виза карта. Давай, Нұрлан мырза, медитация продукты жасақ. Айнаш, сізіне давай деп мен құрдасымсыз ба? Тағы не мен сіздің айт давай дегеніңізге істеуім керек па? Кішкене ойланып сөйлесеңіз. Давай сабайыңызды қойыңыз, айналайын Айнаш. Давай сначала 33 мың теңге төлеңіз сіз. Өткенде курсқа жазылам деп алдып кеттіңіз ғой. Так что давай сабайыңызды қойыңыз. Халява болды, бітті халява. Тегін сабақ бітті сіз үшін. Ойланып сөйлеңдер ағайындар. Ұстазбен қалай сөйлесесіздер, давай сабай деп.
Сабақ толы техника, күнде таңнан әр сабақта 2-3 техникадан аласыз. Техника мамандарын ғылымы доктор болып шығасыздар. Уайымдамаңыздар. Техника сұрай береді екенсіздер. Түсінбейсіздер оның техниканың не екенін. Сабақ бастан аяқ техникадан тұрады біріншіден. Әр сабақта 5-7 техника, жаңа 7 жолы деген әрқайсысы бір техника болады. Сосын медитация жасаймыз әр сабақта. Әр сабақта проработка жасаймыз. Айнашты блокқа тағайық мұна. Болмай кетті, айнаш отыр. Қатты кетті. Сондықтан ойланып сөйлеңіздер, жарай ма? Артық лишний движениелеріңіз керек емес. Давай-сабайдан күйеулеріңізге, нелеріңізге, ауылыңыздағы балдарға айтарсыздар, жарай ма? 3-ші сабаққа қатыстым дейді. 3-ші курсқа қатыссаңыз, онда квантологияны аласыз скидкамен. 3-ші квантовый скачок 3-ке, 4-ке қатысқандарға 90 мың теңге жеңілдік жасаймын. 240 мың теңгеге, сонда общий 666 мың теңге ғой, оған 5 қосақ 105 мың, общий 770 мың теңгенің нәрсесін 240 мыңға аласыз. Квантологияны оқисыз болды, басқа вариант жоқ сізде. Бұл ғылым ғой, айналайындар, ғылым, түсініп тұрсыздар ма? Сендердің деңгейлерің жете ма жалпы бұл нәрсеге? Түсінесіздер ма? Ғылым жасалып жатыр қазір, үлкен тарих жасалып жатыр. Бұл бағалар 10 миллионнан сатсақ та өтеді, потому что бүкіл әлемге шығып кетеміз ертең біз. Көрдіңіздер ғой. Сондықтан мен бір өзім бүкіл Қазақстанды квантовый скачокқа оқытып үлгермеймін. Сол үшін маған 1000 шәкірт керек. 1000 шәкірт алаттап, ауыл аймақты аралап жүріп оқыту керек. Елді, ауыл-ауылды есікті қағып тұрып, шыға, ұйықтадың, тұр, айналайын, жата берме сасып деп, елді ояту керек. Сондай сабақтар керек. Ол сабақты мен жалғыз өзім үйрете алмаймын, физически үлгермей жатырмын. Сондықтан көмек керек. Оны тегін жасай алмайсыздар. Білімге ақша салу керек. Ұстазға деген құрмет болу керек. Әр нәрсенің өзінің ақысын төлеу керек. Тек тегін халявный мышлениемен ештеңе сатып алмай байымайсың сен. Потому что ештеңе ақша қимайсың өзіңе. Көрдіңіз ғой? Тегін сабаққа ризасың ба, онда платный сабаққа қатыс. Егер бір тиын өзіңізден шығармай тек тегін сабақты қарап жүре беремін деген кедей мышление болса, ешқашан байымайсың. Ол халявщик деп аталады ондай. Олардың миына кірмейді білім. Миға білім кірмейді, өйткенде ол өзіне ақша салмайды. Сіз байсыз ба дейді. Мына бір кісіні өшіре салайыншы, что за тупой вопрос у меня. Тупой сұрақтар қоймаңыздар үлкен адамға, жарай ма? Оққан-тоққан адамға оққан-тоққан сұрақтар қою керек. Этикетті үйрету керек. WhatsApp-қа сосын жеке түрете арығып, әр нәрсені жаза беруге болмайды. Шығын шықпай кіріс кірмейді дейді. Шығасы шықпай кіресі кірмейді деген сол. Саған энергия кіру үшін, ана білім миыңа қону үшін, сен результат болу үшін сен бірдеңе шығаруың керек. Надандықтың шегі болмайды дегеніңіз рас екен дейді. Надандықтың шегі жоқ. Ең күшті надандық көрдім бүгін деп ойласаң, ертең одан да күштісін көресің. Осы тегін сабағыңыздан жақсы болсаңыз, енді ақшасы төлеп, енді ол платныйына қатыспайсыз ба? Түсінбедім. Тегін сабақтың мақсаты trial версия деген болады. Бір программаның бір апталық версиясын саған тегін береді да, чтобы сен бір айға созу үшін. Бұл мақсат сол, бірінші халыққа біз сендіргіміз келді. Результат болады қатыссаң деп, сенім үшін жасалған нәрсе бұл. Халық көрсін, дамысын деп. Енді нәтиже көрдің ба, ақша көрдің ба, енді салсай ақша. Неге қинау болсын? Осы тегін сабағың жетеді шүкір, ақша жоқ ары қарай деп. Сосын менің тегін сабағымды оқып, энергия жиналып, басқа біреудің платный сабағына қатысып жүрмеңіздер, ұят болады. Бір жерден алтын шыққан жерден белшесінен қаз дейді. Осы жерден результат шықты ма, осы жерді қазу керек до конца. Ана жерден алтын шығып жатса, бұл жерді тастап, осы жердегі тапқан ақшаңызбен басқа жақтан алтын қазсаңыз, күрегіңіз сынып қалады біріншіден. Екіншіден мына жер жабылып қалады. Мынау да жабылады, мынау жабылады. Екі менің басым ұстаған бас. Мен қаржылай проблема жоқ болса жұртқа үйретемін квантовый. Қаржылай проблемалар бар адамдар үйретеді как раз. Бұл квантология, квантовый скачок деген адамдар жопа деңгейден келеді ғой. Өте деңгей, дно деңгейден кіреді. Адам днода жүрсіз ба? Басында проблема, қаржың миыңнан асып жатыр. Өзің бір өлейін деп жүрген адамдардың көтер квантовый скачок сондай кезде болады. Бір елден бір елге көшкен кезде, күйеуінен ажырасқан кезде, біреуден сатқындық көрген кезде, адамдық көрген кезде,
Көрдіңіз ба? Сондай бір адам басына тиетін қатты ударлар тиген кезде не істейді? Адам жаңа деңгейге көтеріледі. Сізден кванталық мамансың ба? Ақшаң қанша деп ешкім сұрамайды. Сұраса маған айтыңыздар. Ақша үшін сіз квантологиямен ақша оқытпайсыз адамдарға қалай кванттық скачок жасауды үйретесіз. Болды. Ол сіздің миыңыздың ойлап тауып беріп жатқан заты ғой. Сіз қазір сен оқиын десең қаржылай проблема бар. Сен қазір социальный сетке маркетинг жасайын десем, сен қаржылай проблема, қарызың бар, қарызың жап. Сен спортпен спортты қоя тұр, қарызың жап. Кітап оқиын, кітапты қоя тұр, қарызың жап. Байға дейін жатыр, байыңды қоя тұр, қарыз жап. Оның бәрін ойлап табатын милар. Бірінші, екінші сабақты қарасаңыздар, бірінші, екінші, үшінші сабақты айттық қой бәрін. Сұрақтар бар ма? Есі дұрыс, дені дұрыс, интеллектуальный сұрақтар бар ма? Кім кванттық скачок 3, 2, 1-ді 33 мың теңге кім алады жазыңыздаршы мына жерге. Дұрыс айтасыз ұстаз, мен Нұрлан Мырзаны сақтаймын. Мен Айнұр Боранбайқызы деген кісі менде коучинг қатысып жатыр. Кәдімгі ауырып жүрген ғой, аяғы ауырып жүрген, өзінің проблемалары бар финансовый, соның бәрін шешіп жатыр қазір. Алғандар мен аламын дегендер, алғандар алдым, міне алдым дейді, молодец. Алатындар аламын деп жазыңыздар. Қашан төлем жасайтынымыз. Бүгін кешке 8-ге дейін уақыт бар. 8-ге дейін уақыт бар. Ертең Құдай қаласа кванттық скачок 7-ні өтеміз, сонымен курс аяқталады. Бүгін 8-ге дейін үлгересіздер ғой, төлем жасап. Балам 9 жаста сіздің сабағыңызды көріп алың деп жатыр, но қалай деп тұрмайды. Қалай деп тұрғанда қалай болса солай? Мен бүгін төлем жасаймын, қатысамын дейді. Рахмет. Біздің ойымыз энергия болса, жаман ой соны жоямыз, оны қалай жоқ. Біздің ойымыз энергия болса, жаман ой дейді. Энергияны сливать етеді ол жаман ой. Жақсы ой энергияны көбейтеді, жаман ой энергияны құртады. Төлем жасадым. Алам бүгін төлейм дейді, бүгін салам дейді. Үлгеріңіздер бүгін 8-ге дейін. Менде энергия тасып жүр кәдімгі. Бекжан Сыдық деген бауырымызда бір аптада 2-3 рет сөйлестік. Шымкенттен арнайы, Ташкенттен Шымкентке көшіп келген, Шымкенттен Алматыға келіп 2-3 күн жұмыс істедік. Сосын арасында сөйлесіп тұрамыз. Уже қазір контентті орып жатыр. Бекжан деген кеше риза болдым. Видеоларды орып жатыр, өте күшті видеолар түседі. Звезда қыламыз бұйырса Бекжан Сыдықта. Осы коучингке жазылып жатқан жігіттер. Біттім деп ойлап едім, ішінде бір жайлайтын күш пайда болды дейді. 4 жыл жүрген паникалық атакадан шықтым, тауға қарай шығып, Нобель сыйлығын алатындай сезімдемін. Жүректің көзін ашқанымызға рахмет ұстаз. Ой, Алла разы болсын. Сағынбек Кенжебек, молодец. Еркектер, ер азаматтардан результат шықса қуанамын мен. Келесі жұмада төлесеңіз 138-ні төлейсіз Құдай қаласа. Уже финансовый жақ айтып отырмын ғой. 1, 2, 3 бір кванттық скачок 1 деген осы сыйлыққа беріліп жатқан сабақ. Кванттық скачок 2 деген ол дайын видеолар бар. Оны түсіріп қойғанбыз. Кванттық скачок тегін оқытқанбыз ғой кезінде. Қазір ол платный болып кетті. Кванттық скачок 3 дегенді с нуля оқытамын кәдімгі. Тікелей эфирде оқытамын. Бірінші рет көріп тұрмын, не болып жатыр дейді. Біраз нәрседен қалдыңыз ғой, Таңшолпан. Көп нәрсе өтіп кетті уже. Все ғой. Қалдыңыз барлығынан қалдыңыз. Чакра, макра, ондай заттарды айтпаймын мен. Ондай темаларды хабарым жоқ. Кәсіби басқа адамнан түседі, маған болмайды. Маған бәрібір кімнен түседі, главный чек жүрсеңіз болды. Таңшолпан, сіз бір ұйықтап алыңыз, сосын нормально болады бәрі.
бір ұйықтап тұрсаңыз бәрі орнына түседі. Сабақ бітеді, сол кезде нормальный қалпыңызға келесіз. Болмаса актуальный стористе сабақтар бар. Бірінші сабақ, екінші сабақ деген. Халық банк арқылы да сол нөмір. Халық банк арқылы да осы нөмір міне. Халық банк, Каспий банк, Арал банк, Виктория банк, Балқаш банк барлығымен осымен түседі. 33 мың теңге. Он 19 жылдан оқып жүріп те кванттық физиканы 60 жастан маған кеш емес па? 80, 90, 100 жасқа дейін да ерте әлі. Жасыңыз 60-та ма, 100 жыл өмір сүретін болсаңыз, әлі 40 жыл өміріңіз бар алда. Шакрасы несі, магия жасайтындар айналысады ондаймен дейді. Жоқ ол, магияға қатысы жоқ ол. Сиқыр, миқыр бөлек әңгіме ол. Мен массажистпін, адамдар көбейіп жатыр, бірақ көбісі хабарласып кейін келмей жүрді. Сіздің ол қорқынышыңыз, сіз қорқасыз. Сіз қаламайсыз көп адам алуды. Сондықтан келмейді олар. Жоғалтып алам деп қорқасыз. Қайырлы таң, психосоматик практик мамандығын оқып едім, енді сізді оқуға бола ма дейді. Оқуға болады. Программированиені оқысаңыз да, юрист, пруденцияны оқысаңыз да, экономиканы оқысаңыз да, любой темамен оқып келу керек. Просто адамдарға қызмет етем деген ниет болу керек, адамдарға бірдеңе үйретем деген. Біріншіден, екіншіден бірдеңе түсіндірем деген. Мысалы, менде әлсіздік, энергияның жоқтығы, витаминдердің жетіспеуі, денсаулықтың болмауынан, оған кванттық физика қалай көмектесе алады? Денсаулықты енді қолға алдым дейді. Бірінші, екінші, үшінші сабақ деген витаминдер бар, кванттық скачок. Өзі тегін сабақ тұрады, 7 сабақтан тұрады кванттық скачок деген. Соның кванттық скачок бірінші сабақ А витамин, кванттық скачок 2 Б витамин, кванттық скачок 3 С витаминнің орнына жүреді. Соның 6 бүгінгі сабақтан 6 витамин ішіп алсаңыз нормально. Б плюс, Б минус деген сияқты да витаминдер бар. Жаңа нөмірге жазасыздар ғой барлығын. Тендер маманы болып оқысаңыз да болады. Квантология деген дайын бизнес, бүкіл бизнеске, мемлекеттік қызметке, сетевой маркетинг, барлық салаға кванттық скачок деген тема кіреді. Барлық бизнесменнің қасында бір квантолог жүру керек. Майголов сияқты ғой, барлық жаңа әкімнің қасында бір квантолог жүру керек. Барлық дамимын, өсемін, байымын деген адамның қасына бір квантолог маман керек. Ол маман біз шығармасақ қалжың ғой, Б минус, Б плюс деп айтасыз, қалжыңдап қойым арасында сөйтіп, не в тему. Сондықтан квантолог мастер деген ол адамды квантологияға оқытып, көзін ашып, жүрек көзін ашып беретін адам ол деп жүріп кеткіз. Квантолог партнер деген сол квантолог мастерге қалай попасть, қалай түсу керек екенін үйрететін адам да. Сондықтан бат жей бермей біздің сабақтың бат тәннің азығы, кванттық скачок жанның азығы. Осын жаттап алыңыздар. Жандарыңыз емделмей қалған ғой сіздердің. Тәндеріңіз нормальный негізі. Тұрып жүрсің ба, болды, денсаулығың бар. Просто жаның жаралы болғаннан кейін тәнің әсер етіп отыр да. Онда сол осы нөмірге төлем жасайсыздар, пытырлатып тұрып, тарсар. Кешке 8-ге дейін күтем, сосын бағаны сразу өшірем. Бағаны 138 алып көтере саламыз. Ренжімеңіздер, үлгермей қалдым ғой, мынау деген әңгімелер болмасын. Сұрақтарыңыз болмаса онда қош айтсақ, ертерек жатайық, ұйықтайық. Ертерек жатқанда мен ұйықтап тұрдым, мен сонда да бір қазір медитация жасау керек дегендей. Аман сау болыңыздар, баршаңызға рахмет. Энергиямыз тасып нұрланып жанайық, барлығын түсірдім, арнайы ұсыныс 1, 2 бәрін түсіндірдім. Егер жаңағыдай 500 мыңнан жоғары тауып 1 миллионға, 2 миллионға шыққылаңыз десе, онда топтық коучинг деген нәрсеге қатысу керек. Ол 2 миллион тұрады. 1 миллион басында бересіз, 1 миллион потом бересіз. Егер 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион табатын болсаңыз, онда сізге 10 миллионға қатысу керек. Сонда 10 миллионға, 8 миллионға шығасыз айына. Давайте энергиямыз тасып нұрланып жанайық, көп қожмай кванттық скачок.